Егер сен өміріңде бар көздейтінің өз бақытың болса, ішкі сезім, ең басты мақсат сол. Егер сол бақыт саған бағыт көрсетіп отырса, сонымен жүрген дұрыс. Қазір мен мысалы жалғыз болғанымды немесе далада жүрген бақытты сезінемін. Былтыр көп араласып, лауазымды адамдармен кездесіп, жаңа бизнесмендер, жаңа связьдар құрып, проекттерді талқылау, талдау маған қызық болатын. Ол кезде мен сондай бақытты болып сезіндім. Әрдайым сол бақытты сезіну керек. Сол ең бірінші мақсат. Мен жалпы өмірде мынандай мақсат қоймаймын, мынандай бір дәрежеге жету немесе осындай ақша табу деген мақсат қоймаймын. Менің бар мақсатым, бірінші ең үлкен мақсатым, ол миссиям, ол бақытты өмір сүру. Екінші, мен көздейтінім әрдайым тиімді болу. Не істесең де тиімді болу. Бітті. Осы екі нәрсе, егер бақытты көздесең, онда сен тек қана өзінің сүйетін ісіңмен айналысасың. Сүйетін ісіңмен айналысып, егер тиімді түрде оны істесең, бітті. Ақша да келеді, бәрі де келеді. Көп адамдар бір фирма құрады, сол фирманың бір бастаған ісімен айналыса береді. Бірақ фирма өзгермейді, ол адам құбылыста ғой, адам өзгереді, адамның мінезі өзгереді, жасы келеді, ол же айналысқысы келмейді. Сол бір кездерде ол өз байқамай қалады, ол сол фирманың құлы болып шыға келеді. Сол фирманың, сол бизнестің құлы болып шыға келеді. Немесе кейде мысалы фирма емес, бір адам бір тәсілмен айналысады да, айналысып кетіп, уже бір деңгейге жеткеннен кейін әрі қарай оған қызық емес, бірақ басқа адамдар не ойлап қалады деп бастаған нәрсесін тастамайды. Ол сол жұмыстың құлы болып кетеді. Сондықтан бұл жерде былай ғой, менің жалпы бұл өмірге көзқарасым, адам деген серфинг деген толқынмен жүретін. Сондай болу керек. Адам деген жеңіл болу керек. Әрдайым өзгеріп тұру керек. Заманға сай, уақытқа сай. Қазақтың мақалы бар ғой, заманың бірдеңе болса қасқыр болып шап, бірдеңе болса түлкі болып. Заманың түлкі болса, не болып шал дейді? Таз болып шал дейді. Иә. Сол сияқты өзгеріп отыру керек. Әрине, моральдық принциптер деген болады. Моральдық принциптер деген ол кәдімгі мынау арна ғой. Сен арнадан кетпеуің керек. Бірақ арнаның ішінде істеген істеріңді өзгертіп отыруың керек. Өйткені бұл өмірде саған берілген ешқандай кәсіп жоқ. Өмір бақиға берілген. Немесе міндет, борыш жоқ, сен осыны өмір бақи осыны істеуің керек деген жоқ. Адам өзінің мамандығын ауыстыруға бас бостандығы бар, тәуекел. Мамандығын ауыстырса да, кәсіпорнын ауыстырса да, не ауыстырса да. Бірақ бұл өмірде сен бақытты болсаң, шаруаң бітті деген сөз. Энергия кетіп қалады, энергия болмаса түгіңді. Сүйікті істі таңдаған дұрыс па? Әлде бірінші жаңағыдай ақша табатын іске барған дұрыс па? Ақшан жоқ деп, табысың жоқ қатты. Енді бастап атқан кезде ше? Бұл жерде маған да ондай сұрақтар келеді. Бұл жерде екі нәрсе ғой. Біріншіден қараңыз, мен айтамын ғой, мына гигиеникалық жетістікке жету керек деңгейге. Базовый. Енді шетін асың, киінетін киімің дұрыс болып сондай деңгейге жету үшін. Сонда жастар сұрайды, бірінші соған ақша тауып, сосын сүйікті жұмысын іздеген дұрыс па? Жоқ, мен айтам, сүйікті жұмыс деген ол Rolls-Royce, Mercedes сияқты емес. Бірінші Toyota Camry'ді алып, сосын оған ақша жеткеннен кейін Mercedes алу. Мәселе онда емес қой. Сүйікті жұмыс табудың мәні ол сенің тиімділігіңді, эффективностьті көтеру деген сөз. Бұлай да істеуіңе болады. Бірінші бір жұмыс істеп, кішкене ақша тауып, сосын сүйікті жұмыс істеуіңе. Бірақ басынан бастап сен сүйікті жұмысымен айналсаң, сен сол ақшаны 2-3 есе оңайырақ табасың. Саған жеңіл беріледі. Бірақ уақыт ұзақ болуы мүмкін ғой. Мысалы үшін қараңызшы, бір адам айталық, мысалы үшін әнші, болмаса ютубер, мысалы айталық. Ол аудитория жинау керек, оған бір 2-3 жылдан кейін барып, айталық, ол өзінің қалаған суммасын 200 мың теңге табады мысалы үшін. Бірақ ол қазір Гловаға, Яндексте таксист болатын болса, ол ақшаны сразу табады. Мысалы үшін 3 жыл күтпейді да. Осы жерде не болады? Ондай болады, ондай гэп дейміз енді ағылшынша айтқанда. Уақыт сәйкес келмейді, мына жерде әлі мынау табыс көзі болған жоқ, басқа бірге жұмыс істеу керек. Ол әрине бір жаңа өсудің бір саты. Бір бақытты адамдар, сәті бар адамдар, олар өзінің сүйікті жұмысын тауып алады, сонымен кетсе, олардың тиімділігі керемет болады. Ал кейбір адамдар ана сүйікті жұмысын біліп отырса, одан ақша табу көзін әлі жасай алмады да. Сондықтан мына жұмыспен айналысуға мәжбүр болады. Әрине істеу керек, деңгейге жету керек ондай өйткені, бірақ кез келген қандай жұмыспен айналыссаң да жұмысыңа мән беру керек. Мән бергенде смысл дейді ғой. Мағына беру керек та. Мағына беру керек. Өйткені мәселе тиімділік неден басталады? Мынау миссия деймін ғой, мен миссия туралы көп айтамын. Миссия деген сенің өміріңнің мағынасы. Сен бұл өмірге не үшін келдің деген сұраққа жауап қой.
егер сен ертерек сол сұраққа жауап берсең, онда барлық сенің әрекеттерің тиімді болады өмір бақи. Сен мынандай зигзаг болмайды да. Ал егер мысалы оған жауап бере алмасаң, онда бір күні мынаумен айналысасың, сосын мынаумен өмір бақи бір бақытыңды іздеп жалған дүниені қуып жүрген адам боласың. Сондықтан неғұрлым ертерек тапсаң, соғұрлым тезірек тиімді болып бақытты боласың. Ал енді бұл жерде былай. Кейде мысалы маған үлкен кісілер жазады, 60-тан асқан, 65-тен асқан бір кісі жазды маған. Айтады, менің жасым келіп қалды, мен миссия іздейтін уақытым жоқ дейді. Мен бітті уже, қандай миссия, бірақ бақытты болғым келеді. Мен айтамын, ол үшін қазіргі күнге дейін істеп жатқан жұмысыңызға мағына беріңіз. Мағына. Мен бір айтатын бір притча бар. Бір күні бір ақсақал өзінің шәкіртімен мешіттің жанында өтіп бара жатты. Сонда өтіп бара жатса, ана құрылысшылар ремонт жасап жатыр екен жаңағы мешіт. Сосын біреуден сұрапты, сен немен айналысып болсын десе, ол айтты, мен мына цемент тасып жүрмін. Сосын өтіп бара жатса, мынау дворник бар ғой, сыпыратын жолын тазалайды. Содан сұрапты, сен жұмысың неде десе, ол айтады, мен Аллаға жол ашып беріп отырмын дейді. Енді орысшасы я чищу дорогу к храму, қазақшасы Аллаға емес, Аллаға баратын жолды ашып беріп отырмын. Алланың үйіне. Үйіне баратын жолды ашып беріп отырмын. Сонда көріп отырсың ба, күнделікті былай көзқараспен қарасаң, ол жай сыпырғышпен дворник ана тазалап отқан, бірақ көріп отырсыз ба, қандай мән беріп отыр, мағына беріп отыр өзінің жұмысына. Адам өзінің жұмысына мағына бергенде ол басқаша көзқараспен қарайды. Өйткені жай дворник ол жай сыпыра салады, а бұл жоқ, әрбір мына бордюрмен жолдың арасында мына іргесі бар ғой, соған дейін тазалап, әдемі қылып тазалап, сондай өзінің жұмысына сондай көзқарасы сондай болады да, үлкен ықыласпен қарайды жұмысына. Сонда ол егер жұмысына үлкен ықылас бөліп қараса, оның жұмысы қандай болады? Сапалы болады. Ал сапалы жұмысы болғаннан кейін әрине оны басшысы жұмысын көреді, көбірек ақшасын төлейді, сөйтіп бәрекет келе бастайды. Сосын көптеген мысалы жастардың, мен байқағаным, жастар негізі дұрыс сұрақты қоя алмайды. Мысалы, көбісі маған айтады, мысалы, мына жетістікке жету жолдары қандай, қалай жетістікке жетуге болады дейді, сондай. Мен айтам, сендер өз-өздеріңді естіп отырсыңдар ма деймін. Сендер жетістікке жету жолын сұрап жатқан жоқсыңдар. Жетістікке жету жол миллион, көп, дұрыс сұрақ қойылмады. Сонда мен айтам, сендердің дұрыс нақты сұрақтарыңды айтайын ба? Сендердің сұрақтарың былай. Барлан, бізге жетістікке тез жету жолын. Сендер көздеп атқандарың жетістік емес, көздеп атқандарың тез. Срочно. Өйткені жетістікке жету жолын сұрасаңдар, онда көп қой. Интернет толы, коучтар көп. Бірақ сендерге ол ұнамайды ғой. Неге ұнамайды? Өйткені сендер тез жеткілерің келеді. И сондықтан сендер бір коучтан екінші коучқа жүгіресіңдер, өйткені мүмкін мынау бір тәсіл айтып қалар, мынау бір амалын айтып қалар, үйтер деп. Сондықтан мына жастардың проблемасы, мына мысалы байлар мен кедейлердің арасындағы мысалы, мына байлардың көбісі бай болу себебі олар өзінің сүйікті жұмысымен айналысады. Ал мына кедейлер көбінесе сүйікті жұмысын іздемейді, олар тәсіл, амал, тез техникаға құрал, сондай, сол бір құпия, сондайларды іздейді да, бірдеңені тауып алсам, тез істеп кетсем, тез жетсем екен деп, ал ол исламға қарсы келетін нәрсе, қарама-қайшы. Өйткені исламда тікелей айтылған ғой. Бәракатты мен сабырға берем деп. Сабырлық деген ол бәракаттың бастамасы. Егер сабыр сақтасаң, сабырлық өзі екі нәрседен тұрады. Бірінші сабырлық күту білу, асықпау. Екінші ол төзімділік, шыдамдық. Bir құлағаннан тұрып кетіп сол сияқты ғой. Сондықтан мен жастарға айтамын, сендер сұрақты дұрыс қойыңдар. Сендердің сұрақтарын мен қазір дұрыс сұраққа аударсам, онда сендердің сұрақтарың Марданаға мына жетістікке қалай тез жете алсақ деген сұрақ. Оған менің жауабым жоқ. Өйткені жетістікке жету жолын мен айтып берем, ол миллион жол. Бірақ қараңыз, жетістікке жетпеу жолдары санаулы. Сонда жетістікке жетпеу жолын қарастыру керек қой. Иә, ең бірінші жетістікке жету жолдарын зерттемеу керек. Жетістікке жетелемейтін жолдарды қашу керек. Содан қашу керек. Бұл жерде гректердің бір данышпан тәсілі бар, виа негатива деген. Керісінше ойлау. Жетістікке не апармайды деген нәрсені содан қашу керек. Қалғандардың бәрі, егер жалпы айтатын болсақ, егер сен сүйікті ісіңмен айналыссаң, және жетістікке апармайтын жолдарды білсең, осы екі нәрсе былай жетеді.
болды неге болды, стратегия басқа ретінде. ештеңе керек жоқ. Сондықтан орыстарда бір жақсы не бар, бір философта айтылған. Егер дейді адамда мынандай сұраққа жауап болса дейді, зачем, не үшін деген, онда қалай деген сұраққа ол жауабын өзі табады. Проблема жастардың көбісі қалай деген сұраққа жауап іздейді да, а не үшін деген сұраққа жауап бермейді.